партияда шын айтқанда жастардың ештеңе жоқ, оралмандардың арқасында жүргенген. Бағдарламамыздың ішінде екі бағытымыз бар. Жасылдардың рухани бағыты. Жасылдар бағытының ішінде қоршаған ортаны қорғау, салауатты өмірді сүру деген мәселе бар. Бірақ рухани жағынан қазақ тілін дамыту, қазақтың салт дәстүрлерін сақтау. Бірақ ең күрделі мәселе меніңше ол оралмандардың мәселе. Себебі 20 жыл бойы көш жүріп жатыр. Ол жақында жігіттер келіп айтып отыр сіздерге. Шын мәнінде шын айтқанда көш тоқтатпамыз дейді. Бірақ біз руханият партия болған соң оны мәселені көтеруіміз керек әр деңгейде. Себебі кезінде көші-қон агенттік болды. Бірақ қазір осы көші-қон комитет Табалсай Атабишев басқарған оның деңгейі әбден төменген. Себебі ол қазір еңбек министрлігіне қарайды. Біздің өзіміз ұстанымыз, өзіміз пікіріміз, партиямыз оны көші-қон агенттігін деңгейі көтеруіміз керек. Тіпті министрлікке жасау керек. Себебі оралмандар мәселесі ол бізге бәрімізге ортақ мәселе. Осы биыл өткен санақ бойынша қазақтардың пайыз саны жаңа ғана тек 6-7 пайызға келді. Бірақ егер біздің қандастарымызды шетелде тұрған 5 миллион қазақтарды көшсек, онда қазақтардың пайызы 80-нен асып кетеді. Сондықтан осы тіл, мемлекеттік тіл, салт дәстүрлері көп мәселелер шешіле бастайды. Сондықтан өзіміз міндетіміз партия ретінде осы оралмандардың мәселелерін көтеру. Бірақ оның оралман мәселені біз осы оралмандар деген меніңше 3 топ бар оралмандар ішінде. Бірінші әлі көшпеген, бірақ көшеміз деп ниет білдірген адамдар Қытайда, Монғолияда, Өзбекстанда тұрған. Екінші шекараны өтіп құжаттарды іздеп, бірақ азаматтығы алған жоқ қандастарымыз жүр. Үшінші топ азаматтығын алып, бірақ осы қоғамға дұрыстап бейімделуге жағдай болмайтын отандастарымыз жүр. Осы үшінші топ мен ойлаймын. Сондықтан біз көтеріп жатырмыз осы мәселені. Осы июнь айында соңғы партияаралық отырыста мен айттым, осы руханият партия бастамасымен осы қыркүйекте өткіземіз отырысты, партияаралық отырысты өткіземіз Астанада. Себебі Астанада көбісі шенеуніктер, министрлік өкілдері Астанада тұр. 14-ші қыркүйекте біз осы руханият партияның бастамасымен партияаралық отырысты өткізіп, оған сыртқы істер министрлігі орынбасарын шақырамыз. Сосын көші-қон агенттігі Табалсай Атабишев келеді. Үшінші кісі ол көші-қон департаментінен келеді. Сосын мәдениет министрлігінен өкілдері де келеді. Бірақ Нұр-Отан ол жақында өзінің дөңгелек столды ұйымдастырып өткізді, оны мәселені көтерді. Себебі қазір мәселе ең маңызды болады Қазақстанға. Себебі қазақтардың ішінде ең төмен жағдай қазір оралмандар үшін. Сондықтан біз өзіміз тәуелсіздік мемлекет болып, ел болып, осы бүкіл әлемге біздің қандастарымыз тұрған антап жүріп жүрген бауырларымызды елге қайтармай, еліміздің тәуелсіздігіміз не пайда болады. Сондықтан мен сіздерге айтайын, уәде беремін. Бүгіннен бастап, бірақ біз басқа осы оралман мәселені көтеріп жатады, бірақ оны тоқтамаймыз. Менің бірінші орынбасарым Башир Жаналтай Азамат деген ол өзі
айтқанымыз қазір кісі біздің партия ішінде осы оралман рухани басқаратын осы кісі келесі отырыстармен таныстырамыз, келісеміз. Айтатын не бар, бүгін осы отырыста көпшілік жиналып отыр. Ақпарат құралдарының өкілдері, ормандардың, ұжымдардың өкілдері, ағамыз, жазушылар, зиялы қауым дегенде өкілдері. Сондықтан ашық сөйлеп, пікірталас ретінде осы бүгінгі ормандардың қандай мәселе, қандай проблемалар. Себебі 14-інде біз Жәке, мен, Башқыр Жамалтай, астанада қайрат болған бізге қосылады. Осы бәрі мәселені Нұр Отан офисінің ішінде оны бәріміз көтереміз. Сондықтан біздерге ертең үкіметке рекомендация немесе ұсыныс ретінде оны бәрін айтымыз керек. Осы ұсыныстары бәрі дұрыс қадағалап, міндетті түрде үкіметтен, министрліктен бәрін сұраймыз. Қандай шаралар енгізілген, қалай проблема шешіліп жатыр.